Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі ACD Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қайран қалып тұрам мен суға қарап, ғажап нені іздеймін, бірақ соны білмеймін. Сәлем достар, менің аты жөнім Назерке Серікболқызы. Мен Моана мультфильмінде Моана бейнесін дыбыстадым. Маған бұл мультфильм өте қатты ұнады. Және де мультфильмдегі менің дыбыстаған кейіпкерім Моана. Бұл қыз өте өжет қыз, қайсар, ақылды деп айтсам да болады. Өзінің елі үшін, өзінің аралы үшін көптеген қиындықтарға дайын. Бұл кейіпкермен менің ұқсастығым жоқ деп айта алмаймын, себебі ұқсаған жерлері кішкене ызаланғыш болып кететін жерлері ұқсайды. Ал енді қайығыма отырасың да. Ай, кім көрінгенмен тефетиге бармай. Менің бұл мультфильмдегі кейіпкерім, дыбыстаған кейіпкерім Туи, ол Моананың әкесі. Бұл мультфильмнің берері көп, тәрбиелік мәні көп. Балаларға да, үлкендерге де бір сондай бір мейірімді, бір сондай бір жылы мультфильм. Бейтеге жету үшін осындайдың талайын өту керек. Сен қорқасың ба? Жоқ. Осы Моана мультфильміне мені дубляж режиссер ретінде шақырып, мен бірінші Қазақстанда мюзикл мультфильміне атсалыстым. Кішкентай қаны жерлер. Шымба, улы жебені тығып алдың ғой. Бүкіл Қазақстаннан, жан-жақтағы театрдан жас талант дарынды актерлерді іздедік. Көңілімізден шыққандардың барлығын жазып, Голливудқа жіберіп кастингке. Содан өткендері біздің Лидия Каден болды. Сөз қылуды еш қоймайды. Беркут. Менде жан бар ма мына? Мақпал Исабекова. Қайықты тұрып ал. Олармен өте қызықты болды. Біріншіден, жалпы бұрын Диснейдің мультфильмдерін Ресейде аударылған нұсқаларын көрген кезде бізде неге осындай жоқ екен, бізге неге жасамайды екен деп ойланатын. Енді Құдайға шүкір, Арай медианың арқасында біраз алда көптеген жұмыс бар шығар деп ойлаймын. Сондай жұмыстардың шыққанына, біздің қазақи көрерменге, қазақ тілді көрерменге жол тартқанына өз басым өте қуаныштымын. Арай медиа групппен бірлесе жасалған жұмыс. Қолынан шыққан туындыларды көруге шақырамыз, қапы қалмаңыздар. Қызықтың көкесі алда. Келіңіздер, көріңіздер, бірге тамашалайық. 1 желтоқсаннан бастап кинотеатрларда.